Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас. Бүгін тапсырысқа жасап жүрген оригинал творожный чизкейктің рецебін ұсынбақшымын. Бірден идеально шығатын рецепт жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай микс ретінде ұсынсаңыздар да болады. Пахлаваны рецепті каналыма жүктелген. Бізге керегі бір жұмыртқа, 100 грамм шекер, 72,5% менде татарский сары май және ұн және разрыхлитель қажет. Електен өткізілген ұн және разрыхлительді және пышақпен туралған сары майды салып, сары майды теркадан өткізсеңіздер де болады, немесе бөлме температурасында осындай пышақпен турасаңыздар да болады. Екеуін басын біріктіріп, осындай сары ұнтақ жасаймыз. Міне сары ұнтақ болып, осындай бір келкі болғаннан кейін үстіне шекерімізді және бір жұмыртқамызды салып, басын біріктіріп, қамыр илейміз. Міне барлығын басын біріктіріп, осылай июын қандырып, қамыр илейсіздер, жан-жағын қолды тазалай отырып. Осындай жұмсақ сіздерде теста шығу қажет. Артық ұнның қажеті жоқ, осы мөлшерден асып кетпеңіздер. Мінекей, барлығын осылай бір зуалап жасап, бетін пищевой пленкамен орап, холодильникке 2 сағатқа, немесе кемінде морозилькеге 1 сағатқа қойып алыңыздар. Егер де сіздер қоймай сразу пісіретін болсаңыздар, тесталарыңыз печенька сияқты болып қалады. Ал холодильниктің қою себебі тестамыз өте жұмсақ болып шығады. Енді бізде начинкасын дайындаймыз. Бізге творог, сахарный пудра, сахарный пудраның орнына шекер пайдалансаңыздар да болады. 20% мендегі қаймақ және де 2 жұмыртқаны салып, блендер көмегімен осылай майдалап аласыздар. Егер де сіздерде блендер болмаса, миксерлесеңіздер де болады. Миксерде болмаса, картошка езетімен езіп алсаңыздар да болады. Міне лопатканың көмегімен жан-жағын тазалап, менде силиконның кубик, орнына пергамент бумага пайдалансаңыздар болады. Тестаны қолдың көмегімен жайып, немесе оқтауын көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Маған осылай қолдың көмегімен жайған ыңғайлы. Міне текс қылып жайып, жанына бортик қылып шығарып шығасыздар. Бортикті қатты қалың болуының қажет жоқ, өте жұқа болу керек. Основной бөлігі, қалың бөлігі астына кету керек. Міне қолдың көмегімен осылай барлығын біріктіріп, бірдей қылып істейсіздер, яғни бір жері үлкенде, бір жері жұқа болып қалмау керек. Одан кейін вилка көмегімен осылай тесіп шығамыз. Сосын үстіне начинканы құйып, бір-екі сілкіп алыңыздар. Сосын менде қатырылған таңқурай, яғни малина, 2-3 штук қажет. Осылай майдалап жіберсеңіздер, су ақпай әдемі болып шығады. Және көп кетпейді сіздерде. Соңында тестаның қолдың көмегімен осылай батырып шығасыздар, яғни начинкамен бірдей қылу үшін. Мінекей, барлығын бірдей қылып батырып шығамыз. Одан кейін 180 градуста, егер де печкаларыңыз қатты қызитын болса, 160-170 градуспен пісіріңіздер. Менде 180 градуста 30-35 минут тестасы қызарғанша пісіріп аламыз. Начинкасы, яғни ортасы мүлдем қызармау керек, сондай аппақ әдемі бір келкі болып шығу керек. Суығаннан кейін пышақтың көмегімен осылай жанын ажыратып аламыз. Кольцодан ажыратып аласыздар. Міне суығаннан кейін осылай жаймен кольцодан ажыратып, осы жерде аккуратно коробкаға салып, немесе тарелкаға салып, бетіне сахарный пудраны себіп, дастарханға ұсына бересіздер. Қанша жылдан бері әбден тәжірибеден өткен бірден идеально шығатын рецепт. Пайдаларыңызға жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарийді басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.